Біз сізбен Arduino негіздері курсының кезекті сабағына қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы touch sensor деп аталады. Негізінен сенсорлық батырма арқылы біз ақылды үйдің және де ақылды қаланың прототипін жасау үшін бүгінгі қызықты проекттің жалғасы ретінде бүгін сіздермен эксперименттік жұмыс жасайтын боламыз. Бүгін біз тақырыптың басында айтып өткеніміздей touch сенсормен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни сенсорлық батырмамен жұмыс жасайтын боламыз. Сенсорлық батырма деп отырғанымыз бұл бізде көріп отырғандарыңыздай touch сенсор деп аталады. Яғни адамның саусақтарының іздерінің басу арқылы біз оған тоқ береміз деген сөз. Адамдардың негізінде электрлік сыйымдылығы бар. Адамдардың денесінде электр тоғын өткізе алады. Сондықтан да осы touch сенсорды көріп отырсыздар. Осы touch сенсормен бүгінгі ақылды үйдің немесе тағы да басқа ақылды қаланың модулін құратын боламыз. Бүгінгі ақылды қаланың модулі ретінде, үйдің модулі ретінде умный домның біз осы touch сенсорге қолымыздың саусақтарын тигізгенде біздегі үйіміздегі жарық жануы қажет. Немесе есік ашылуы мүмкін, немесе тағы да басқа дүниелерді жасауларыңызға болады. Бүгінгі біздің эксперименттік бөлікте touch сенсормен біз тек RGB жарық диодының қызыл жарық диодын жандыратын боламыз. Touch сенсорды сенсорлық батырманы басу арқылы біз оның жарығын жандыратын боламыз. Көріп отырғанымыздай touch сенсордың үш аяғы бар. Үш аяғы, яғни SIG, VCC, ground. Яғни groundты біз минусқа, VCC-ді біз плюске 5 вольт немесе 3,3 вольтқа жалғасақ болады, және SIG-ті біз digital немесе аналогтық бөліктегі пиндарға жалғасақ болады. Яғни ол датаға арналған. Бұл жерде бір айта кететін жайт, бұл жерде touch сенсорымыз бізде кіріс айнымалысы болып табылады. Яғни біз саусақ іздерін қойған кезде ғана жануы керек болғандықтан бұл кіріс айнымалысы, яғни бұған сигнал кіреді. Біз сигнал береміз, сол кезде ғана барып біздегі touch сенсорымыз жанатын болады. Ол үшін бізге қажет болатын touch сенсорының біз минусқа жалғау үшін біз минусқа жалғады, енді VCC-ға жалғаймыз. Және де бізде SIG, яғни датаға жалғау үшін бізде digital бөлікке жалғайтын боламыз. Осыны алып келемізді. Біздегі бірінші оң жақ шеттегі қызыл жалғағышымызды брейдбордтағы минусқа апарып жалғайтын боламыз. Сары жалғағышымызды плюске апарып жалғаймыз. Ал біздегі көріп отырғанымыздай қоңыр түстіні ол бізде digital 12-ші пинға апарып жалғайтын боламыз. Digital 12-ші пинға жалғадық. Және де осы бөліктен оранжевый жалғағышымызды біз groundқа жалғап алуымыз қажет болады. Көк түсті біз 5 вольтқа жалғауымыз қажет. Толықтай жалғап алдық. Енді бізге керекті болатын жарық диоды. Осы жарық диодының ground мен red қызыл түсін ғана жалғайық. Ground'ты. Және де бізге керек болатын red. Ақ түсті жалғағышымызды біз брейдбордтағы минусқа жалғайтын боламыз. Ал ground'ты digital 11-ші пинға жалғасақ болады. Digital 11-ші пинға жалғайық. Енді біз осы жерден USB кабеліміз арқылы қосатын боламыз.
Осы USB кабельді компьютерге қосатын боламын. Бүгінгі проекттің скетчін жазу үшін Arduino IDE платформасында негізгі кодты жазатын боламыз. Arduino IDE платформасында осы кодтың негізі ретінде біз Digital Board'ке жалғанған touch, яғни touch сенсордың SIG бөлігіндегі жалғанған, ол бізде 12-ші Digital Pin'ға жалғанған болатын. Біз айнымалының атын touch pin деп жазамыз, және де ол 12-ге тең, және де оның типі integerға. Келесі бізде жарық диоды, RGB жарық, только тек red қызыл пинді ғана жалғанған болатынбыз. Оны 11-ші пинға жалғандық, және оның айнымалының аты red pin, ол 11-ге тең, және де оның типі integer болып табылады. Red pin мен touch pinді осы негізгі константа айнымалысы ретінде жазып, setup функциясында конфигурациялайтын боламыз. Біздегі негізгі конфигурациялайтын екі айнымалымыз ол touch pin мен red pin. Touch pin бізде ол адамның саусақ іздерін басқан кезде қызыл қосылғандықтан біз айтып өткеніміздей touch сенсор ол бізде кіріс айнымалысы, сондықтан да input деп жазылады. Неге input десеңіздер, өйткені touch pin мен біз саусақ іздері арқылы басамыз, сол кезде бізде жарық диодымыз жануы керек. Ал жарық диодымыз бізге жарықты шығаратын болса, онда ол output болып табылады. Яғни output деп отырғанымыз жарық бізге көрінуі керек. Және де input пен output'тың айырмашылығын түсінуіміз қажет. Input бізге кіріс айнымалы данный беру керек, ал сол данный арқылы біз output'қа шығарамыз. Және де монитор портты қосу үшін, 9600 портты қосу үшін serial begin деп 9600 деп жазатын боламыз. Loop функциясында бізде бастапқы айнымалы ретінде boolean типті flat деген айнымалыны құратын боламыз. Ол flat бізде digital rate, яғни ол оқу керек, яғни input деп жазғандықтан touch pin деп жазамыз. Touch pin ол оқу керек. Digital rate ол бізде оқыған кезде, яғни бізде touch pin адам саусақ іздерін тигізбес бұрын ол 0 болады. Ал егер адам саусағын тигізетін болса, ол 1 болады. Егер flat тең 1 болатын болса, немесе әйтпесе else дегеніміз 0 болатын болса. Егер 1 болатын болса, онда жарық диодымыз, яғни touch сенсорға біздің қолымыз тисе, онда саусақ іздерін таныса, онда бізде жарық диодымыз, red pinіміз, қызыл жарығымыз жануы керек. Ол кезде red pin дейміз да, high деп жазамыз. Және де digital rate ол бізде return 0 мен 1-ді ғана қайтарады деген сөз. 0 мен 1-ді ғана қайтарады. Digital rate ол кезде red pin бізде high болуы қажет. Ал әйтпесе else деген кезде ол өшуі қажет, яғни өшіп тұруы қажет. Егер адам саусақтарының ізі тимейтін болса, ешқандай адам тиіспейтін болса, онда біз оған ешқандай жарықты қоспауымыз қажет. Бұл батырма ретінде қалыптасқандықтан сенсорлық батырма деп ат айтылып тұрғандай, touch'тың өзінің негізгі мағынасында дәл сондай, ол бізде тигізу, тиіп өту дейді. Компиляцияға беретін болса, компиляциямыз дұрыс орындалады. Және де біз инструменттің ішінен барып, біз осы бүгінгі плата Arduino Nano'ны таңдауымыз қажет болады. Және процессор бізде Atmega 328 Old Bootloader таңдауымыз қажет. Және де порт COM6 портты таңдаймыз. Және де біз келесі Arduino Nano микроконтроллеріне кодты скетчі жүктеуіміз қажет болады. Ол екінші батырманы басамыз. Екінші батырманы басып болғаннан кейін, бізде бұл жерде монитор портқа flat-тың мәнін шығаруды ұмытып кетті, сондықтан да serial print flat деп жазайық. Өйткені бізде 0 бола ма, әлде 1 бола ма, соны байқауымыз қажет. Сондықтан да бізге flat-тың монитор портқа жалғануы енгізілуі қажет. Қайтадан жүктейміз. Arduino Nano микроконтроллерін жүктеліп болды, және де қайтадан инструмент монитор портты ашатын боламыз. Көріп отырғанымыздай 0 болып жатыр. 0, яғни ешқандай тиісіп жатқан жоқ біз touch сенсорға. Және де 1 болды, яғни адам саусақ іздері тиістік, яғни біз touch сенсорға қолымызды қойдық деген сөз. Егер 1 болатын болса, жарық диодымыз жануы керек, яғни жарық жануы керек. 0 болатын болса, ешқандай жарық
жанып тұрмауға тиіс, яғни өшіп тұру керек. Бір болған кезде жарық диодымыз жануы тиіс. Дәл осылай бүгінгі проекттің скетчін жаздық. Және де сіздер көріп отырғандай, мен USB кабелімді жалғадым, және де скетчті жүктедім Arduino Nano микроконтроллеріне. Енді маған эксперименттің негізгі бөлігі таш сенсорымды сенсорлық батырма ретінде мен саусақ іздерімді тигізуім қажет. Яғни көріп отырғанымыздай таш сенсор, бұл жерде таш сенсор, яғни мен саусақ ізімді тигіземін, бассам, қызыл түсім жанады. Қайтадан орнына қойсам, қызыл түсім өшеді. Көріп отырғандарыңыздай, сенсорлық батырма бізде адамның саусақ іздерін сезу арқылы ол біздегі жарық диодымызға тоқ жіберіп, оны қосып отыр. Яғни біздегі саусақ іздерінен тоқ өту арқылы, яғни ол жерден белгілі бір электр тоғы пайда болып, біздегі жарық диодымызға жарықтандыру беріп жатыр. Көріп отырғанымыздай таш сенсорын біздегі сары түсіміз 5 вольттан өшіп қалды, жалғанбай қалды, сондықтан да қайтадан жалғайық. Енді қайтадан эксперимент жүргізсек. Міне көрдіңіздер, саусақ іздерімді танып жатыр. Жалғағыш сымдарымыздың дұрыс жалғану үшін көріп отырғандарыңыздай эксперименттің негізгі жұмысы өткізіліп жатыр. Дәл осылай сіздер біз бүгін ақылды үйдің умный домның жобасы ретінде біз сенсорлық датчик арқылы, тек тач сенсор арқылы біз жарық диодын қостық. Сіздер есікті ашылуын немесе тағы да басқа жүйенің қамтамасыз етілуін жазсаңыздар болады. Дәл осындай қалып өздеріңіз үйде жазсаңыздар болады. Және де бүгінгі сабақ өте қызықты болды деген сенімдемін. Және бүгінгі сабақтың соңында сіздерге әрқайсыларыңыз өзіндік скетчпен өзіндік басқару элементтерін құрғыларыңыз келетінін түсінемін. Сондықтан да өздеріңіздің идеяларыңызды дамытуларыңызды өтініп сұраймын. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Бәріңізге көп-көп рахмет. Thank you.